Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен печенье жасаймыз. Ең алдымен май, ерітілген сары май, шекер және сахарный пудраны араластырып қостым. Сіздер бірден сахарды қоссаңыздар болады. Жұмыртқа 2. Барлығын тура видеодағыдай осылай араластырып аламыз. Одан соң какао, ұн және разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Барлығын қосып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымыз дайын болғасын, тура видеодағыдай осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Басында бұл печеньені кофейный печенье түрінде дайындағым келді. Онымен балалар жейтін болғасын, кофе қоспай, солай балалармен бірге осылай печенье жасадық, осындай формада жасадық. Сіздер басқаша жасасаңыздар да болады. Печеньені 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.